Сәлеметсің бе озат оқушым, бүгін бізде 30-шы сабақ. Ауыр, жеңіл, килограмм, массаның өлшем бірлігі килограмммен танысатын боламыз. Бірінші есеп, Алия мен Сырым алма жинады. Балалардың қайсысы көп, қайсысы аз жинады. Суретте Алия мен Сырым себетте алма жинағандары көрініп тұр, я? Сырымның қолындағы себет үлкен екен. Яғни Сырым көп алма жинаған екен. Ал Алияның қолындағы себет кіші екен, я? Алия аз алма жинаған екен. Осылай біз суретке қарап, кім көп алма жинады, кім аз жинады, соны анықтап біліп алдық. Мына ережені есте сақтап алайық. Масса бұл шама. Килограмм массаның өлшем бірлігі. Яғни оны біз қысқартып КГ деп жазамыз, я? Массаны таразының көмегімен өлшейді. Мұнда бірнеше таразылар көрсетілген, я, суретте? Әртүрлі. Бұл таразылар өткен замандарда, өткен жылдарда көп қолданылатын. Қазіргі уақытта электронды таразыларды пайдаланады, я? Дүкендерде, базарда, көптеген жерде электронды таразыларды қолданады екен. Осындай таразылардың көмегімен біз массаны өлшеп біледі екенбіз, я? Яғни заттың салмағын өлшейміз, я, массасын. Осыны есте сақтап алайық. Масса ол шама, оның өлшем бірлігі килограмм. Оны КГ деп қысқартып жазамыз. Екінші есеп, массаларды салыстыр. 3 килограмм үлкен бе, әлде 5 килограмм ба? 5 килограмм үлкен, я? Оның астында 10 және 7 килограмм дейді. 10 килограмм қызанақ үлкен екен, я, қиярға қарағанда. Оның астында 10 килограмм және 10 килограмм. Екеуі тең екен. Екі қарбыз тұр. Біреуінің салмағы 10 килограмм, екіншісінің салмағы 8 килограмм. 10 килограммдық қарбыз 8 килограммдық қарбызға қарағанда массасы үлкен болады екен. Оның астында 7 килограмм және 5 килограммдық жәшіктегі жемістер көрсетілген, я? 7 килограмм үлкен болады. Осылай біз суретте берілген жемістердің салмақтарына қарай массасын салыстырып, салыстыру белгілерін қойып біліп алдық. Келесі үшінші есеп. Заттардың суретін массаларының өсу ретіне қарай геометриялық фигуралардың көмегімен сал дейді. Мысалы, қарбыз 3 килограмм, оның астында дөңгелек шеңбер тұр, я, жасыл. Сонда геометриялық фигурамен өсу ретімен саламыз. Мұнда ең азы 2 килограммдық қауын екен, я? Оның астында тұрған геометриялық фигура сары сопақша екен. Бірінші соны қоямыз. Одан кейін 3 килограмм қауынның салмақ массасы екен, я? Оны жасыл дөңгелекпен белгілейміз. Одан 4 килограмм себеттегі жеміс екен. Оны қызыл үшбұрышпен белгілеп қоямыз. 5 килограмм ең соңында тұрған жәшіктегі жемістің салмағы екен. Оны сары дөңгелекпен белгілейміз. Ал қияр 6 килограмм екен, я? Ол жасыл төртбұрышпен белгіленеді. 8 килограммдық ол қызанақ екен. Оны біз қызыл төртбұрыштық геометриямен белгілейміз, геометриялық фигурамен, я? Ал картоптың салмағы мөлшектегі 10 килограмм екен. Оны қоңыр дөңгелекпен, яғни қоңыр дөңгелек фигурамен белгілеп аламыз. Мінеки озат оқушым, біз осылай геометриялық фигуралар арқылы берілген жемістердің салмағын өсу ретімен қойып шықтық. Келесі бізде төртінші есеп. Тез есепте дейді. 1-ге 2-ні қосамыз. 3 болды, 3-тен 1-ді азайтамыз. 2, 2-ден 1-ді азайтсақ 1, 1-ге 3-ті қосамыз. 4, 4-тен 2-ні азайтамыз. 2, 2-ге 2-ні қосамыз. 4, 4-ке 1-ді қосқанда 5 болады екен, я? Осылай тез-тез есептеп, соңында қандай сан шықты? 5 шықты ма, ол дұрыс есептелді ма? Соны тексеріп біліп ала ғой. Мінеки озат оқушым, біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз өлшем бірлік масса болды, я? Оны біз килограмм деген массаны өлшейтін шамамен өлшейміз, я, килограмм, яғни салмақ. Оны таразымен өлшеп біледі екен. 31-ші сабақ. Литр, я? Сыйымдылықтың өлшем бірлігі литрмен танысатын боламыз бүгінгі жаңа сабақта. Бірінші есепке назар аударып көрейік. Сұйық заттардың мөлшерін қалай салыстыруға болады? Мұнда ол баланың жанында 1 литрлік ыдыста сұйықтық зат тұр, я? Су болуы мүмкін. Ол 1 литрлік ыдыста құйылған 1 литр су екен. Оның жанында кувшин тұр, я?
сусын құятын. Оның қолындағы 1 литрлік суды сол кувшинге құйсақ, оның да көлемі 1 литр болуы мүмкін. Және де пластик бөтелке тұр. Пластик бөтелкенің қандай көлемде екені жазылмаған. Ол 1 литрлік болуы мүмкін, болмаса 1,5 литрлік болуы мүмкін. Және шырын тұр банкіде, шырын бізде 2 литрлік банкі немесе 3 литрлік банкі болуы мүмкін. Осындай ыдыстардың сыйымдылық мөлшеріне қарай біз сұйық заттарды салыстыра алады екенбіз. Оларды біз литрмен өлшеп салыстырамыз. Екінші тапсырма: қай ыдыста су көп екенін анықтауға бола ма? Қалай тексеруге болады? Мұнда 6 шелек көрсетілген суретте. Олардың әр қайсында сұйық зат құйылған. Мысалға, әр қайсында су құйылған. Бірінші шелектің түбінде ғана, екінші шелек бірінші шелекке қарағанда кішкентай шелек екен. Оның да түбінде су құйылған. Үшінші шелекте жартылай су толтырылған. Төртінші шелекте толып тұр су, бірақ ол шелектің көлемі басқасына қарағанда кішкентай екен. Одан кейінгі шелек ең үлкен шелек, ол жартыдан сәл асып тұр оның ішіндегі су. Соңғы шелек толып тұр, бірақ алдындағы шелекке қарағанда көлемі аздау екен. Шелек жанындағы шелектен сәл кішірек екен. Бұл шелектерге құйылған судың біз көлемін тек литрмен өлшеп қана біле аламыз. Яғни әр шелек қанша литр су құйылды олардың ішіне. Соған қарай олардың ішіндегі судың қайсы көп, қайсы аз екенін анықтап біле алады екенбіз. Сыйымдылықты өлшейтін шама ол литр екен. Яғни бір шелекте 1 литр құйылғаны мүмкін. Екінші шелекте 3 литр су болуы мүмкін, тағы біреусінде 10 литр су болуы мүмкін. Осындай өлшем бірлікпен, яғни сыйымдылықтың өлшем бірлігі литрмен біз сұйық заттардың көлемін салыстырып біле алады екенбіз. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Сыйымдылықты салыстыр. Бірінші тұрған ыдыс 1 литрлік пластик бөтелке екен. Екінші ыдыста 6 литр екен. Екеуін қоссақ, барлығы 7 литр болды. Одан кейінгі аквариум балықтар салынатын. Оның көлемі 9 литр екен. Екеуін салыстырғанда қайсы үлкен болады сыйымдылықтары бойынша? 9 литр үлкен, 7 литрге қарағанда. Осылай салыстыру белгісін қоямыз. Оның астында аквариум 7 литр, және екінші жағында екі ыдыста бір чайникте 2 литр, ал каструльде 5 литр сұйық зат бар екен. 5-ке 2-ні қоссақ, барлығы 7 литр. Аквариумның сыйымдылығы да 7 литр екен. Екеуі бір-біріне тең болады. Осылай біз сыйымдылықтарды литрмен өлшеп, оларды салыстырып біліп алады екенбіз. Келесі бізде төртінші есеп. Төртінші есепте бірінші бағанға қосындыларды, екінші бағанға айырмаларды жаз, олардың мәндерін тап дейді. Мінекей, бірінші бағанға қосындылардың барлығын тізіп жазып, олардың мәнін табамыз. 2 литрге 6 литрді қоссақ, 8 литр болады екен. 6 литрге 4 литрді қосқанда 10 литр. 5-ке 2 литрді қоссақ, 7 литр. 3-ке 6 литрді қосқанда 9 литр шығады екен. Келесі бағанға біз айырмаларды жазамыз. 8 литрден 3 литрді азайтсақ, 5 литр болады екен. 10 литрден 5 литрді алсақ, 5 литр қалады. 9 литрден 5 литрді азайтсақ, 4 литр болады. 6 литрден 6 литрді азайтатын болсақ, 0 қалады екен. Ұзат оқушым. Мінекей, біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз сыйымдылық литр жайлы сабағымыз аяқталды. Бізде 32-ші сабақ шамалар. Шамаларды өлшеу. Шамаларды қосамыз және азайтатын боламыз. Бірінші есеп математика күнделікті өмірде. Сырым көрсетілген мөлшерге дейін тағы қанша литр су құю керек дейді. Мұнда аквариум берілген. Аквариумның көлемі 9 литр екен. Ол аквариумда 7 литр су тұр екен. Тағы да 9 литр болу үшін 7 литрге қанша литр су құяды сырым? Тағы да 2 литр су құю керек екен. Сол кезде 9 литр болып аквариум белгіленген мөлшерге дейін толады екен. 7-ге 2-ні қоссақ 9 литр болады. Алия ұзындығы 10 сантиметр ермексазды қандай бөліктерден алды?
Ұзындығы 10 см ермек саз тұр Алияның қолында. Екеуі екі түсті. Сол екеуін қосқан кезде 10 см болады екен. Мына фиолетовый ермек саз 6 см екен. Оң қолындағы, сол қолындағы көк ермек саздың ұзындығы қандай? 6-ға қанша сантиметрді қосқанда 10 см шығады? 4 сантиметрді қосқан кезде 10 сантиметр болады екен, иә? Яғни көк ермек саздың ұзындығы 4 сантиметр екен. 6-ға 4-ті қосамыз, 10 болды. Келесі екінші есеп математика күнделікті өмірде заттарды массаларының кему ретіне қарай ата. Бірнеше заттар көрсетілген, олардың салмақтары, яғни массалары жазылған. Енді осыларды кему ретімен атап көрейік. Ең бірінші, ең үлкен масса 8 килограмм, ол картоп екен. Одан кейін 7 килограммдық қызанақ, 6 килограмм болатын қияр, қарбыз 5 килограмм екен, сосын қауын 4 килограмм, алма 2 килограмм, және абрикос екен себетте, ол 1 килограмм екен. Картоп, қызанақ, қияр, қарбыз, қауын, алма, абрикос. Осылай біз заттарды массаларының кему ретіне қарай атап шықтық. Келесі үшінші есеп. Бір себетті таңдап ал. Себеттегі сан шығу үшін оған 3 жіп орамын сал дейді. Мұнда 9 жіп орамы. Олардың әрқайсында сандар көрсетілген. Осы себет, 3 себет тұр. Біз ортасындағы 9 деген саны бар себетті таңдап көрейік. Бізге 3 жіпті салған кезде қосындысы 9 шығу керек. Ол үшін біз екінші номерлі, үшінші номерлі және төртінші номерлі жіптерді салдық. Сонда 2-ге 3-ті қосамыз 5, оған 4-ті қосамыз 9 болды. Тағы басқа кез келген себетті таңдап, осылай 3 жіп орамын салып, есеп құрастырып шығарып көрсең болады. Бірінші себетті таңдасаң, 3 жіптің қосындысы 8 болу керек. Үшінші тұрған себеттің саны 10 болғандықтан 3 жіп орамының қосындысы 10 деген санды құрау керек, Осылай өзің де құрастырып, есептер шығарып көре ғой. Келесі бізде төртінші есеп. Сен зерттеушісің, тез есепте дейді. 1-ге 1-ді қосамыз, 2 болды. 2-ге 1-ді қоссақ, 3 болады екен. 3-ке 2-ні қосамыз, 5 болды. 5-тен 1-ді азайтамыз, 4 қалды. 4-тен тағы да 1-ді азайтамыз, 3 болды. 3-ке 2-ні қосып аламыз, 5 болады. 5-тен 2-ні азайтсақ, 3 қалады екен, Осылай тез-тез қосып, азайтып, тез-тез есептеп, өрнектің мәнін тауып алады екенбіз. Бұл есеп те өте қызық әрі оңай есеп, озат оқушым. Өзің де осылай тез-тез есептеп, дұрыс есептелді ма? Соны тексеріп көре ғой. Біздің бүгінгі 32-ші сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ, тіркеліп алайық, Бүгін бізде 33-ші сабақ қосудың ауыстырымдылық қасиеті. Қосудың ауыстырымдылық қасиетімен танысатын боламыз. Бұл жаңа 2-ші тоқсан. Менің отбасым және достарым бізді қоршаған әлем жайында осы 2-ші тоқсанда өтетін боламыз. Бұл бөлімде біз қосудың ауыстырымдылық қасиетін үйренеміз. 10-ға дейінгі сандарды қосу және азайту кестесін жаттаймыз. Тізбектердің заңдылығын анықтаймыз. Бас қатырғыштарды шешуді үйренетін боласың. 2, 4, 6, 8, 10 сандарының жартысын табуға дағдыланасың. Кесінділердің және геометриялық фигуралардың қабырғаларын өлшеуді, оларды салыстыруды үйренеміз. Ұзындықты, уақытты, массаны өлшейтін боламыз, Осы 2-ші тоқсанда өтетін жалпы сабақтар тізімі осындай болады. Бірінші есеп. Суреттерді салыстыр. Сен не байқадың дейді. Мұнда 2 сурет тұр, Суретте 2 ұл бала және 1 қыз бала. Ұлдар көк киім киген, қыз қызыл киім киген екен. 2-ге 1-ді қосамыз, тең 3 болды. Екінші жағында 1-ге 2-ні қосамыз. Ол кезде де 3-ке тең болды, Бұл жерде нені байқауға болады? Суретте ең алдымен 2 ұл тұр, одан қыз тұр, Сол себептен біз 2-ге 1-ді қосып алдық. Ал екінші жақ суретте ең бірінші қызыл киім киген қыз тұр, одан кейін 2 ұл тұр, көк киіммен. Сол үшін біз 1-ге 2-ні қостық. 1-ге 2-ні қосқанда 3 болады, 2-ге 1-ді қоссақ та 3 болады екен, Яғни қосылғыштардың
орындары ауысқанымен қосындының мәні өзгермейді екен, иә? Суреттен біз осыны байқасақ болады екен. Енді мына ережені есте сақтап алайық. Қосудың ауыстырымдылық қасиеті. Қосылғыш, міне 2 деген ол қосылғыш. Оның жаны қосу 1 деп тұрмыз тағы да. 1 де қосылғыш болады екен. Екеуін қосқандағы шыққан сан ол қосындының мәні болады екен. Яғни 3 ол қосындының мәні. Мында 2 қосу 1 тең 3 деп тұр ғой. Сол жерде 2 қосылғыш, 1 қосылғыш, 3 қосындының мәні екен. 1 қосу 2 тең 3 дегенде де дәл солай. Қосылғыш, қосылғыш және тең қосындының мәні шығады екен. Қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді, 2 мен 1-ді орындарын ауыстырып қойсақ та қосындының мәні 3 өзгермей қалады екен. Келесі бізде екінші есеп. Суретте және сан кесіндісінде қосудың қалай орындалғанын түсіндір. Қосудың ауыстырымдылық қасиеті орындалды ма дейді. Мұнда суретте доптар көрсетілген. 4 қызыл баскетбольный доп және 2 футбольный ала доп, 4-ке 2-ні қосып алдық. Тең қанша болды? 6 болады екен, Енді екінші жағындағы суретке қарайық. Ол жерде бірінші 2 футбольный доп, одан кейін 4 баскетбольный доп тұр, 2-ге 4-ті қостық. Онда да тең 6 шықты, қосындының мәні. Бұл жерде қосылғыштар бізде 4 және 2. Екеуінің орнын ауыстырсақ та қосындының мәні 6 өзгермейді, Оның астындағы біз тағы да доптарды көрдік. 3-ке 2-ні қосамыз. 3 ала допқа 2 жасыл допты қосамыз. Тең 5 болады екен. Екінші жағында да 2-ге 3-ті қосамыз. Ол кезде де қосындының мәні 5-ке тең болады екен, Енді осы суреттің жанында мында ұзын кесте сияқты берілген, сан кесіндісі. 0-ден 6-ға дейін жазылып тұр. Бұл жерде 4-ке 2-ні қосамыз, 6 деп қызыл бағытпен көрсетіліп тұр, 4-ке 2-ні қосқанда 6 шығады екен. 2-ге 4-ті қоссақ та 6 болады екен. Оның астындағы сан кесіндісінде 3-ке 2-ні қостық, 5 шықты деп тұр, қызыл бағытпен көрсетіліп тұр. 2-ге 3-ті қосқанда да 5 болады екен. Яғни қосылғыштар 2 мен 3-тің орнына ауысқанымен қосындының мәні 5 өзгермейді, Келесі үшінші есеп. Мысалдар қалай құрылғанын түсіндір. Үлгі бойынша өзің мысалдар құрастыр дейді. Мұнда суретте қызыл жағында 3 тұр, көкте 2 тұр, қосындының мәні 5 болды. 3-ке 2-ні қостық, 5 шықты. 2 мен 3-ті қоссақ та, яғни қосылғыштардың орнын ауыстырып қоссақ та, қосындының мәні 5 боп қалды, Енді осы қосындының мәнінен бір қосылғышты азайтамыз. 5-тен 2-ні азайтамыз. 3 қалды. Екінші қосылғыш шығады. Қосындының мәнінен тағы бір қосылғышты азайтсақ, екінші қосылғыш шығады, 5-тен 3-ті азайтсақ, 2 шығады, 5-тен 2-ні азайтсақ, 3 шығады екен. Енді осыған тағы мысалдар құрастырамыз. 3-ке 4-ті қосамыз. Қосындының мәні 7 болды. Қосылғыштардың орнын ауыстырып көреміз. 4-ке 3-ті қосамыз. Ол кезде де қосындының мәні 7 шықты. Енді қосындының мәні 7-ден бір қосылғышты азайтамыз. 7-ден 3-ті азайтамыз. 4 қалды. Екінші қосылғыш шығады, Ал 7-ден 4-ті азайтсақ, 3 қалады екен. Келесі 2-ге 6-ны қосамыз. Қосындының мәні 8 болды. 6-ға 2-ні қоссақ та 8 шықты, біз қосылғыштардың орнын ауыстырдық. Бірақ қосындының мәні өзгеріссіз қалады, Енді осы 8-ден 2-ні азайтамыз. 6 қалды. Ал 8-ден 6-ны азайтсақ, 2 шығады екен, Қосылғыштың мәнінен бір қосылғышты азайтқанда, екінші қосылғыш шығатынын біліп аламыз осылай. Келесі 4-ші есеп. Математика күнделікті өмірде суретке қай қосындылар сәйкес келеді? А нұсқасы бойынша қыз бала, оның алдында 3 қызыл құрсау, яғни обруч белге айналдыратын, 4 көк құрсау тұр екен, 3-ке 4-ті қосамыз. Яғни мына қызыл бағытпен көрсетіп қойдық. Осы қосындылар сәйкес келіп тұр екен, бірінші сурет бойынша. 3-ке 4-ті қоссақ 7 болады. 4-ке 3-ті қоссақ та 7 болады. Қосылғыштардың орны ауысқанымен қосындының мәні өзгермей қалады екен. Енді ә нұсқасына қарайық. Ұлы бала, оның алдында гантельдер тұр. 3
қоңыр гантель. Так, жасыл гантельден 5 екен. 3-ке 5-ті қосып аламыз. Мында қызыл бағытпен мына қосындылар сәйкес келіп тұр, иә? 3-ке 5-ті қоссақ 8 болады екен. Ал 5-ке 3-ті қоссақ та 8 болып қалады, иә? Төртінші есепте де біз суретке қарай қай қосынды сәйкес келетінін есептеп тауып алдық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз қосудың ауыстырымдылық қасиеті, яғни қосылғыш пен қосындының мәні дегенді түсініп алдық, иә? Қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді. Біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды, озат оқушым. 34-ші сабақ: 2 санын қосу және азайту. 2 санын қосуды және азайтуды орындап үйренеміз. Бірінші есеп: 2 санын қосуды және азайтуды есіңе түсір. Мысалдардың қалай құрылғанына назар аудар. 1-ге 2-ні қосамыз, 3 болды. 2-ге 2-ні қоссақ 4 болады екен. Мына екінші жағында 2-ге 1-ді қосамыз. Ол кезде де 3 болды. Яғни қосылғыштардың орны өзгергенмен қосындының мәні өзгермейді, иә? 3-ке 2-ні қосамыз 5, 2-ге 3-ті қоссақ та 5 болады. 4-ке 2-ні қосамыз 6, 2-ге 4-ті қоссақ та 6 болады. Дәл солай біз 8-ге дейін жазып шықтық, иә? 7-ге 2-ні қостық 9, 2-ге 7-ні қоссақ та 9 болады екен. 8-ге 2-ні қоссақ 10 болады, 2-ге 8-ді қоссақ 10 болады екен. Енді азайтуды қарап көрейік. 3-тен 2-ні азайтамыз, 1 қалды. 4-тен 2-ні азайтсақ 2 қалады екен. Осылай 10-ға дейін жазып, солардан 2-ні азайтып, есептеп біліп ала ғой. Мынаны есіңде сақтап көр. 10 санының құрамы 2-ге 8-ді қоссақ 10 болады, немесе 8-ге 2-ні қосқанда да 10 шығады екен. 9 санның құрамы 2-ге 7-ні қосамыз, 9 болды. 7-ге 2-ні қоссақ та 9 болады екен. Осылай біз 3-ке дейін мұнда көрсетіліп тұр, иә? 2-ге нешені қосқанда 3 шығады. 1-ді қосқанда, немесе 2-ге 2-ні қосқанда 4 болады екен, иә? Осылай әр санның құрамы жазылған. Осыларды қосып есептеп, есіңде сақтап ала ғой. Келесі бізде екінші есеп. Екінші есепте сандардың құрамын айт, азайтуға мысалдар құрастыр және жаз дейді. 6-ның құрамы 2-ге 4-ті қосамыз. Сол кезде 6 болады екен. 7-ның құрамы 2-ге 5-ті қосқанда болады, иә? Ал 8-дің құрамы 2-ге 6-ны қоссақ 8 болады екен. Енді осыларға мысалдар құрастырып, соларды есептеп көрейік. 6-дан 2-ні азайтамыз, 4 қалды. 6-дан 4-ті азайтсақ 2 қалады екен. 7-ден 2-ні азайтсақ 5 болады. 7-ден 5-ті азайтсақ 2 қалады. 8-ден 2-ні азайтамыз, 6 болды. 8-ден 6-ны азайтсақ 2 қалады. Яғни қосындының мәнінен бір қосылғышты азайтсақ, екінші қосылғыш шығады, иә? Қосылғыштардың орны өзгергенімен қосындының мәні өзгермейді, иә? Бұл жерде қосылғыш 2 мен 4 болды, иә? 6-ның құрамында болғанда. 2-ге 4-ті қоссақ 6 болады. 4-ке 2-ні қоссақ та 6 болады екен. Келесі бізде үшінші есеп. Үшінші есепте сан кесіндісін қолдан, досыңнан тексеруін сұра дейді. 8-ден 2-ні азайтамыз, 6 қалады екен, иә? Міне мұнда суретте көрсетіп қойдық бағыттармен, қызыл және көк бағытпен, иә? Мұнда бізде мысал ретінде 3-ге 2-ні қосты, сол кезде 5 екен. Яғни 3-тен 2 сан жүріп өтеміз. 3-ке 1-ді, одан тағы да 1-ді қосамыз, иә? 3-тен 4-ке дейін, одан 4-тен 5-ке дейін 2 санмен бағытпен көрсетіп қойған. Біз дәл солай мұнда көк және қызыл бағыттармен көрсетіп қойдық, иә? 8-ден 2-ні азайтқанда біз мінекей 8-ден 7-ге келдік, содан 7-ден 6-ға келдік, иә? Сол кезде 8-ден 2-ні азайтсақ 6 болады екен. 8-ден 1-ді азайтамыз, 7 болды, одан тағы да 1-ді азайтсақ 6 болды. 9-дан 2-ні азайтамыз, көк бағытпен астынан көрсетіп қойдық. 9-дан 8-ге дейін келеміз сан кесіндісінде, одан 8-ден 7-ге дейін келеміз, яғни 9-дан 2-ні азайтсақ 7 болады екен. 4-ке 2-ні қосамыз, оны да көк бағытпен көрсетіп қойдық, иә? 6 болады екен. 4-ке 1-ді қосамыз 5, оған тағы 1-ді қоссақ 6. Біз осылай сан кесіндісін қолдана отырып есептерді шығарып алдық. 4-ші есеп: математика күнделікті өмірде жолақтарды өлше, балаларға көмектес дейді.
Бірінші жолақ 4 сантиметр екен, екінші жолақ 6 сантиметр, үшінші жолақ 5 сантиметр, ал қызыл жолақ 7 сантиметр, ең астындағы көк жолақтың ұзындығы 8 сантиметр екен. Енді балаларға көмектесейік. Мұнда қыз бала, оны Алия деп алайық. Алия 2-ге арттыр дейді. 4-ке 2-ні қосамыз, 6 болды. 6-ға 2-ні қоссақ, 8 болады екен. 5-ке 2-ні қоссақ, 7 болады. 7-ге 2-ні қосамыз, 9 болады. 8-ге 2-ні қоссақ, 10 болады екен. Яғни біз жаңа жолақтарды өлшеп, олар қанша сантиметр екен біліп алдық қой. Соған екілерді қосып шығамыз. Ал екінші жақта ұл бала отыр, ол 2-ге кеміт дейді. 4-тен 2-ні азайтамыз, 2 қалды. 6-дан 2-ні азайтсақ, 4 болады. 5-тен 2-ні азайтсақ, 3 болады. 7-ден 2-ні азайтсақ, 5 болады. 8-ден 2-ні азайтсақ, 6 қалады екен. Осылай біз жолақтардың барлығын өлшеп, оларды 2-ге арттырып, және 2-ге кемітіп, есептерді шығарып, мәнін түсініп алдық, Мінеке озат оқушым, біздің бүгінгі 34-ші сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ, алдымен тіркеліп алайық. Бізде бүгін 35-ші сабақ 3 санын қосу және азайту. 3 санын қосуды және азайтуды орындап үйренеміз. Бірінші есеп 3 санын қосу және азайтуды есіңе түсір. Мысалдардың қалай құрылғанына назар аудар. 1-ге 3-ті қосамыз, 4 болады. 2-ге 3-ті қоссақ, 5 болады екен, 3-ке 3-ті қосамыз, 6 болды. 4-ке 3-ті қосқанда 7. 5-ке 3-ті қоссақ 8, 6-ға 3-ті қоссақ 9, 7-ге 3-ті қоссақ 10 болады екен. Осылай қосылғыштардың орнын ауыстыратын болсақ та, қосындының мәні өзгермейді, екінші жағында дәл солай шығады. Енді азайтуды орындап көрейік. 4-тен 3-ті азайтамыз, 1 қалды. 5-тен 3-ті азайтсақ 2 болады. 6-дан 3-ті азайтсақ 3, 7-ден 3-ті азайтсақ 4, 8-ден 3-ті азайтсақ 5, 9-дан 3-ті азайтсақ 6, 10-нан 3-ті азайтсақ 7 қалады екен. Осылары дұрыс па? Солардың барлығын өзің есептеп, тексеріп ала ғой. Мынаны есте сақтап алайық, 10-ның құрамы 3 пен 7-нің қосындысы, не болмаса 7 мен 3-тің қосындысы 10 болады екен. 9-дың құрамы 3-ке 6-ны қоссақ 9 болады. 6-ға 3-ті қоссақ та 9 болады, 8-дің құрамы 3-ке 5-ті қосамыз, 8, 5-ке 3-ті қоссақ та 8. 7-нің құрамы 3 пен 4-тің қосындысы, немесе 4 пен 3-тің қосындысы орындар ауысқанмен, қосындының мәні өзгермейді деген ереже бар, 3-ке 3-ті қоссақ 6-ның құрамы шығады екен. 5-тің құрамы 3 пен 2-нің қосындысы, 4-тің құрамы 3 пен 1-дің қосындысы екен. Осыны есте сақтап алайық. Келесі екінші есеп, сандардың құрамын айт. Азайтуға мысалдар құрастыр және жаз. 4 санның құрамы 3-ке нешені қосқанда 4 болады. 1-ді қоссақ 4 болады екен, Ал 7 дегенде 3-ке 4-ті қосқанда 7 шығады. 9 дегенді алатын болсақ, 3-ке 6-ны қосқанда 9 болады екен. Енді астындағы мысалдарды шығарып алайық. 4-тен 3-ті азайтамыз, 1 қалды. 4-тен 1-ді азайтсақ, 3 болады екен. 7-ден 3-ті азайтамыз, 4 қалды. 7-ден 4-ті азайтсақ, 3 қалады екен. 9-дан 3-ті азайтамыз, 6 болды. 9-дан 6-ны азайтсақ, 3 болды, Осылай біз екінші есептегі сандардың құрамын айтып, азайтуға мысалдарды құрастырып, оларды шығарып алдық. Келесі бізде үшінші есеп. Үшінші есепте сан кесіндісін қолданып есепте дейді. Досыңнан тексеруін сұра. 4-ке 3-ті қосамыз, 7 болды. Яғни 4 санынан сан кесіндісінен 3 рет жүреміз, мында қызыл бағытпен көрсетіп қойды. 4-тен 5-ке дейін, одан кейін 6-ға дейін, сосын 7-ге дейін. Сонда 4-ке 3-ті қоссақ 7 болады екен. 4-ке 2-ні және 1-ді қосқанда да 7 болады. Енді 10-нан 3-ті азайтамыз. Ол кезде 7 қалады екен, Ал 10-нан 2-ні азайтамыз. Мұнда сан кесіндісінде 10-нан 2 санаттап өтеміз 8-ге дейін. Одан кейін тағы да 1-ді азайтамыз. Одан тағы 1 санаттап өтеміз. Мұнда стрелкамен, көк стрелкамен көрсетіп қойды, көк бағыттармен. Сонда 10-нан 2-ні және 1-ді азайтсақ, 7 қалады екен. Осылай біз сан кесіндісін қолданып отырып, осы берілген мысалдарды есептеп шығарып алдық, Келесі бізде 4-ші есеп. Есепте суретті пайдалан дейді.
Мында суретте пазлдар бейнеленген, иә? 6 сары пазл, 3 фиолетовый пазл, иә? Енді осы жерден 6-ға 3-ті қосамыз. Барлығы неше болды? Санап көрейік, иә? 6, 7, 8, 9 екен. 6-ға 3-ті қоссақ 9 болады. Енді осы 9 пазлдан 3-еуін алып тастаймыз. Сол кезде қалғаны 6 қалады, иә? Енді 6-ға 2-ні қосамыз және 1-ді қосамыз. Ол кезде де 9 шығады екен. 9-дан 2-ні азайтамыз. 7 қалды, одан тағы да 1-ді азайтсақ 6 болады, иә? 6-ға 1-ді қосамыз 7, оған 2-ні қоссақ 9. 9-дан 1-ді азайтамыз 8, одан 2-ні азайтамыз 6 қалды. Мінекей осы берілген есепті суретке қарап та біз есептеп шығарып алдық, иә? Осылай біз бүгін 30-шы сабақ пен 35-ші сабақ аралығындағы 5 сабақты оқып қайталап алдық. Осымен біздің бүгінгі сабақтарымыз аяқталды, озат оқушым. Каналға тіркелмеген болсаң, тіркеліп ала ғой. Келесі сабаққа дейін сау бол.